Сәлем достар, бүгін біз көбейту мен бөлу амалдарын үйрету туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше кеттік. Натурал сандарды көбейту деп бірдей қосылғыштардың қосындысын табу амалын айтады. Қосылғыш ретінде қайталанатын сан көбейгіш, оның неше рет қосылатынын көрсететін сан көбейткіш, ал амал нәтижесі көбейтінді деп аталады. Көбейткіш пен көбейгіш жалпы алғанда көбейткіштер деп атайды. Мысалы, 6 және 5 санын көбейтетін болсақ, бұл жерде 6 көбейгіш, 5 көбейткіш және де одан шыққан сан 30 көбейтінді. Екі көбейткіштің көбейтіндісінен сол көбейткіштің бірі арқылы екіншісін табу амалы бөлу деп аталады. Мысалы, 6 мен 2 санын бөлетін болсақ, бұл жерде 6 бөлінгіш, 2 бөлгіш және де 3 бөлінді. Алдымен біз жай сандарды көбейту үшін мынадай оңай тәсілді қолдансақ болады. 2 және де 4 санын көбейтетін болсақ, 2 және де тағы да 2 деп 2-ні 4 рет жазып аламыз. Бұл жерде 2 мен 2-ні қосқанда 4 және де тағы да 2 мен 2-ні қосқанда 4 шығады. Ал олардан шыққан сан, яғни 4-ке 4-ті қоссақ 8. Яғни бұл жауаптың шешімі 8. Қайлар, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сонымен келесі кездескенше сау болыңдар.